Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Қаратай ертегісінің екінші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Содан қыз өзінің әңгімесін бастайды. Зейініңді салып тыңдағайсың. Мен өзімнің хикаямды айтайын. Біз үшеуміз бір туысқан едік. Жер үстінде тұрушы едік. Сарманқұл деген тәуір байдың қыздары едік. Ол біздің атамыз бүкіл дүниеге мағлұм еді. Өзінің нағыз алтыннан салдырған айбат сарайы, һәм бақшасы, оның ішінде әртүрлі дүниелері бар еді. Біздер осы айбат сарайдың ішінде тәрбиеленіп өстік. Әр күн шешеміздің көңінің қарауында бақшаға барып сайран етуші едік. Бейне бір жұмақтың құсының сайрап тұрған мереке етуші едік. Ол бақшаның ішінде әртүрлі құстар сайрап, гүлдер жақсы иіс беретін. Ақ күмістей бұлақтар ағып, жыл бойы әртүрлі жемістер пісіп тұрушы еді. Бірде бақшаның қызығымен алданып кештің болғанын білмей қалыппыз. Кенеттен күн түнеріп, жел шығып, сөйте-сөйте ұлғайып дауыл тұрды. Күн күркіреп, нажағай ойлап, жер солқылдады. Біздерді бір нәрсе білдірмей төмен тартып әкетті. Көзді ашып жұмғанша біз осы ақ үйдің ішінде болдық. Осы үйдің иесі ергежейлі қарт, оны сен, жігіт, қазір өлтіріп, тағдыры кіріптарлыққа түскен бізді құтқардың. Сенің сипатыңды, өзіміздің құтқарушыларымызды көріп тұрмыз. Бүкіл өміріміз бойынша Құдайдан тілеріміз, бізді құтқарғаныңыз үшін сізге зор рахмет етсін. Жас жігіт байғұстардың айтқан сөзіне рахымы келіп, бақытсыздықтарына көп қапаланды. Ол бақыттың құсын бұлардың басына қондыруды, жарық дүниені көрсетіп, некелі жар етуді өзіне өзі міндет етті. Қаратайды арқан ұшына байлап, тесікке жібергендегі сияқты осы арқанның ұшына үлкен қызды байлап, тарт деген белгі еткенде, ағалары арқанды тартып, оған Құдайдың жарығын көрсетті. Арқан ұшында інісінің орнына қызды көріп шошып кеткендіктен тіпті жеткізіп айтуға мүмкін емес. Жүректеріне қан толып, бейне ақымақ әйелше ақыра бастады. Ақылды қыз оқиғаның баршасын айтып еді, жігіттер басылды. Арқанды тағы төмен жіберіп, қыздарды жарыққа шығарды. Әлгі қыздардың сұлулығына қызығып, алуға талап еткен ағалары залымдық іске бел байлады. Қаратайды жер астына қалдырып, өздері қымбат та бағалы дүниелерді алып жөнелді. Екі жігіттің дінсіздігін көрген кіші қыз бәрінен сұлу һәм ақылды еді. Екі мырзаға қарап: «Ей, жақсы жігіттер, ініңізді не себептен мәңгі азапқа тастайсыздар? Ол нендей жазасымен осындай азапқа лайық? Осындай таза жігітті шынымен ақ өлімге қиғандарыңыз ба? Қаратай сіздерді де, біздің де құтқарушымыз емес пе? Құдайдан қорқыңдар. Біреуді бақытсыз етіп бақытты болатын ешкім жоқ. Олай ойламаңдар. Сіздер еш уақытта бақытты болмайсыздар. Бүгін болмаса, ертең оның көбі бастарыңызға келеді. Құдай аққа береді, ол жаза етер, деді. Бұл айтқанда залымдарға еш әсер етпеді. Сонда кіші қыз жылап тұрып: «Мен сіздермен жүрмеймін, оның жанында қаламын, маған осы жердегі өлім сүйкімдірек, сендермен қайғы жұтып жүргенімнен», деп байғұс зар жылап ақырында өзін өлтіруге бел байлады.
Жігіттер оны өзін-өзі өлтіруге жібермей, қол-айлағын байлап тастап, өздері кете берді. Хайыр, жігіттер жүре тұрсын, біз Қаратайға қайтайық. Қаратайдың іші бәрін де сезді. Залымдығы үшін ағаларын қарғамай, Құдайға жалбарынды. Оларды ақылды ет, деп Құдайға тапсырды. Жер астынан бір үлкен тесік көрді. Тесікке кіріп еді, бір ақ сақалды шал отыр екен. Оның алдында сөнбейтін от жанып тұр. Ол барша зейінімен үлкен дұғалық кітап оқып отырды. Шал келушіні байқамай кітабын оқи берді. Қаратайдың сөзіменен оқуы бөлінді. «Ассаламағалейкум, Құдай рахметі сізге болсын», деді. Қаратайды көргенде оның көзі жайнап, күлімдеп, үнін жұмсарта. «Қош келдіңіз, сүйікті оғлым Қаратай», деді. Бейтаныс қарт атын атағанда Қаратай қайран қалды. Шал күлімсіреп, «Міне, енді келді, көп күткен қонақ. Отыр, адам ұланы һәм тыңда менің қайғылы хикаямды. Менің бұл шұңқырда тұрғаныма 40 жыл. Дұғалық кітап оқуға бүкіл өмірімді сарп еттім. Бізді тағдыр өзі қосты. Сен маған ұғыл боларсың, мен саған ата болармын. Сенің маңдайың жарық, бақытың жарқырап тұр. Ағаларың уақытша қорлық еткен, һәм уақытша ғашығынан айырылыпсың. Ол әлі сені ұмытқан жоқ. Күнімен сені ойлайды. Сенің ағаларың арам қолдарымен гүл секілді тәнін ұстамаққа талап етеді. Бірақ көрінбес періште сен үшін денесін қорғайды. Ол сенікі. Екеуіңіз бақытты болып, некеменен қосылып, өмірді рахатта өткізерсіңдер. Осындай зор мәртебеге досың сүйініп, дұшпаның күйінер. Міне саған тағы бір сөз. Ағаларыңның айыбын кеш, зор күнә етті олар. Сені жер астына тастап, сенің қалыңдығыңды алайын деп, ол байғұстарда зор азап тартады. Оның үшін Құдай сені жарылқар, оның рахметімен мәңгі кең дүниеге шығасың. Енді ұйықта, қайғыменен жолдан шаршаған шығарсың, деді. Шалдың сөзі Қаратайды қуантты. Шалдың аяғына жығылып, қолын сүйді. Ол барша азабын, қам шаршағанын ұмытып, ақырындап тәтті ұйқыға кетті. Сол уақытта шал ұйықтамай өзінің тәуір көретін кітабын оқи берді. Кенеттен ол әйдік ақ құс болып ұйқыдағы Қаратайды арқасына мінгізіп, көзді ашып жұмғанша Құдайдың жарығына шығарды. 3 жұма 3 күн өтті, Қаратай әлі ұйқыда. Шал оны бір залал етер деп күзетіп отырды. Міне батыр оянды. Жан-жағына қарап, тауларды көрді, ормандарды, тез аққан өзендерді, айналасына көз жетпейтін көк ауаны көрді. Осының бәріне сенбей Қаратай қуанып, сақылдап күлді. «Ей Құдайым, қандайлықпен мен жарық дүниеге шықтым. Сен, Құдайым, маған құдіретті, күшті һәм әділ шал сипатында құтқарушы жібердің», деді. Осылай деп шалдың мойнынан құшақтап сүйіп, «Атанам, құтқарушым», деді. Шал, «Сені Құдайға тапсырдым», деп көзден ғайып болды. Қаратай шалдың ақкөңілді екеніне, жаны жұмсақтығына, әсіресе көзді ашып жұмғанша ғайық болғанына ғажапқа қалып,
һәм бірнеше минуттай қимылсыз қалды. Бұл шал Қызыр пайғамбар еді. Құдайым оны бейшара болған Қаратайға жіберіп еді. Жер астында жатып көп жалбарынып еді. Қаратай тез серпіліп, күш-жігері тасып, өз ғашығын іздеп шығуға асықты. Қаны тасып, көзіне қан толып, ашудан бойы дірілдеп, қызға ғашықтықтан шөлдеді. Нақ осы уақытта «Қапаланба, бәрі де болар, тез алдыңнан шығар» деген дауыс естіді. Шалдың айтқаны келді. Қаратай ашуменен қайда барарын білмей отырғанда, оның жанына ағалары келді. Ағалары інісін көріп қорыққанынан өле жаздап, оның аяғына жығылды. Сұлудың қуанғаннан жүрегі жарылып кете жаздады. Қуанғаннан өзін ұмытып, қуаныштың көз жасы Батырдың мойнын жуды. Батыр оның бетін шөпілдете сүйіп, сүйіктісі көкірегіне басын қойды. Ақкөңіл Қаратай ағаларының айыбын кешті. Бізге белгілі, өз сұлуын алып, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, бақытқа кенелді. Мұраты асыл болып, мұнан соңда Қаратай қосағымен көп өмір сүрді. Сүйікті қосағымен балалар дүниеге келіп, оларды да әкесіндей батыр етіп өсірді. Құрметті оқырмандар, біздің Қаратай ертегіміз осымен аяқталды. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін лайк басып, пікір қалдырыңыздар және қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.